Қазақ халық зергерлік өнері ұлттық мәдениет тарихында ерекше орын алады. Қазақ зергерлік әшекейлерінің семантикасында өзінің ұлттық ерекшелігі бар. Олар әрқашан сиқырлы, қорғаушы мәнінде болған. Әртүрлі жақсы түсініктер әшекейлердің пішімінде және безендірулерінде көрсетілген. Қазақтар әрдайым алтынға қарағанда күміс әшекейлерді таққан, өйткені оның сиқырлы және емдік қасиеті бар деп есептеген. Наным бойынша ол көз түйеден және дуадан сақтайды. Күмістің жылтырын ай жарығына ұқсатқан, оған қоса бұл металл адамның жан дүниесін тазалайды дегенге сенген. Әйелдер туғаннан бастап қартайғанға дейін күмісті қолмен құлақтан шешпеген. Халық арасында күміс сақинасыз әйелдердің қолымен дайындалған тағам таза емес және оны жеуге болмайды деген түсінік бар. Қыздардың арасында құс тұмсығы деп аталатын сақина өте танымал болған. Олар конус түрінде жасалған, пішімі бойынша шын мәнінде құс тұмсығына ұқсайды. Құс бақыт, тәуелсіздік, жақсы бастаудың белгісі. Ежелгі уақытта мұндай сақинаны тұрмысқа шығуға дайын қыздар киген. Ол қыз баласының басы бос, құда түспегендігін көрсетеді. Тұрмысқа шыққаннан кейін сақина қызда қалады, алайда өз мәнін өзгертеді. Енді ол қыз бен оның ата-анасының арасындағы хабаршы болады. Егер қыз сақинаны анасына кері қайтарса, ол қыздың жағдайы жақсы отбасына түсіп, бақытты екенін білдіретін болған. Жас келген сайын әйелдер сақинаның орнына қомақты жүзіктерді таққан. Олар нақышталған, тақырыптық өрнектер мен құймалармен безендірілген әсемдігімен таң қалдырады. Жүзіктерді асыл және жартылай асыл тастармен әрлеген. Халықта мұндай жүзіктерді тасы бар немесе көзі бар деп айтқан. Мұндай метафора кездейсоқ емес, өйткені бұл тастар немесе көз жамандықтан қорғайды, иесін қолдап тылсым күш береді деп сенген. Қызыл-сары түсті тастары бар жүзіктер бақыт пен қуаныштың белгісі ретінде кеңінен қолданылады. Ерекше және таң қалдыратын жүзіктердің бірі ол құдағи жүзік. Оның өлшемі де пішімі де ірі болады. Ал ерекшелігі ол 1-2 саусаққа киілген. Дөңгелек немесе сопақ пішінді сақина диаметрі 5-6 см-ге жететін. Бұл жүзік екі бастаудың, екі отбасының бірігуін, екі өмірдің қосылуын білдіреді. Ол зооморфтық, өсімдік және космогендік өрнектермен, күн, астық бейнесімен, құнарлық нышандарымен әрленген. Қазақ дәстүріне сәйкес, мұндай жүзекті үйлену тойынан кейін 1 жыл өткен соң қалыңдықтың анасы күйеужігіттің анасына сыйға тартқан. Мұндай сыйлыққа тек өз келінін туған қызындай жақсы көретін адам ғана ие бола алады. Әйелдер құдағи жүзікті өздерінің қамқоршы және жауапты адам екендігін дәлел ретінде мақтанышпен киген. Қазақ қызының бейнесін сәнді білезіксіз елестету қиын. Аруларымыз көбінесе бір немесе бірнеше білезік таққан. Білезіктердің қорғаушы деген сиқырлы мәнінен басқа әлеуметтік мәні де зор. Былайша айтқанда әйелдің өзіндік құжаты. Ол әйелдің тегін, қандай отбасынан шыққанын, бай немесе кедей екенін көрсеткен. Қазақ зергерлері бұл білезіктерді күмістен немесе мельхиордан тұтас құю арқылы жасап, нақыштап безендірген. Қазақ әйелдерінің ең көне әшекейлерінің бірі ол өзара шынжыр түрінде қосылған бірнеше сақиналары бар білезік. Мұндай білезіктер дәстүрлі түрде екі қолға жұп болып киіледі. Қарт әйелдердің ұстанымы қарапайымдылық болғандықтан мұндай білезіктерді кимеген. Сондықтан көбіне дала арулары киген. Сақиналары бар білезіктер қыздың қолын мәнерлі және нәзік болып көрсетеді. Білезіктің басқа түрі құрама білезік деп аталады. Ол екі бөліктен тұрған, топсалармен және жармалармен өзара қосылған. Жармасы өткір күміс инемен жабылады. Білезік жапсырма ширатпалармен және әртүрлі тастармен безендірілген.
Білезіктің бойымен екі қатар етіп, үш түрінде геометриялық ою-өрнек жүргізілген. Зергерлер жын шайтаннан қорғайды деген мағынада білезіктерді айдаһар тісіне ұқсас жиекпен безендірген. Білезіктер неліктен үлкен етіп жасалған деген сұрақ туындайды. Ежелде қазақ даласында әрдайым ауыз суы тапшы еді. Суды негізінен суаттар мен өзендерден алған. Сондықтан зарарсыздандыру үшін күмістен жасалған әртүрлі әшекейлерді суға салатын. Күміс бұйымдары неғұрлым көп болса, су соғұрлым тезірек тазарады деп сенген. Қазақ ұлттық әшекейлері сән үлгілеріне, уақыт талабына бағынышты емес. Оларға қарасаң көздің жауын алады. Бұл бұйымдар сұлулықтың құпиясын жасырған, және де олар өз иесін әрқашан қорғап, қолдап жүреді.